қараш, денсаулық қандай мықты. 6 пресі бар, аяғында 3, аяғында 3. Ондай менде де бар. Бірақ менікі бәрі бірақ жерде тұрды. Менде уақыт жоқ, 6-ға бөліп қойып отыратын менде уақыт жоқ ол. Маған өзіме ыңғайлы осы бір пресс дәу болып тұрады. Төбесінен қараймын, тұрма тұр, болды, тұра берсін, болды. Қатты қырынан бір қараймын, жанынан. Осыны бар ғой, астынан көріп үйренгім келіп жатыр. Ерте жатып, ерте тұрады дейді. Мен айтамын да, қалай сол? Мен риза болған Криштиану Роналду бүйтеді екен, құрметті ағайын. 8-де жатады ғой, бітті ғой. Счетына ақша түсе береді. Таңертең тұрады, миллионер болып оянады. Ал мен 24 сағат көзім бақырайып жүріп, тапқан табысым берекесі жоқ. Өйткені мен ұйқым дұрыс емес. Мен бір жағынан да таң қалдым да, неге 8-де ұйықтайды? Әлемге танымалы футболист, миллиардер. Есі дұрыс, ақшасы көп адам ерте ұйықтамайды ғой бізде. Бізде ақшасы көп адам дегенде құдалыққа барады, танымаса да. Біреудің аузына түкіреді, өкіл әке болады, жүреді ғой, анада, Қапшағайға барады, Көкшетауға барады, жүрмей ма бізде? Мынау бәрін ысыра дегенде ұйықтап қалады. Ағайын жоқ па, дос жоқ па, туысқан жоқ па, бұны іздеп келетін. Қой, іздейін дедім, бұл бір кемшілігі бар шығар, не үшін ерте ұйықтайды деп, іздеп, таптым ғой неге ерте ұйықтайтын. Сөйтсем, Криштиану Роналдудың ерте ұйықтайтындай бар екен. Оның әйелі Джорджина екен ғой, сөйтсем. Бәсе, неге ерте ұйықтайды деп қоям. Дедім ғой, көкемнің 8-де ұйықтайтындай бар екен дедім. Мен сіздерге айтайын, Джорджина менің әйелім болса, мен 4-те ұйықтаймын, құрметті көрермендер. Мен вообще тұрмаймын, 3 күн жатамын мен орнымда. Маған дәрігер күтін деген жоқ па ұйқыңды. Нағашыларым бәрін қайын жұртына жіберем Португалияға, мысалға деп атыр. Сіздер Нұргүлді әлі көрген жоқсыздар, негізі бар ғой. Бір күні әке көрсетем сіздерге, сол кезде түсінесіздер. Бейшара, ұйқысы қанбайтындай бар екен ғой дейсіздер. Нұргүлдің қасында ұйықтау үшін мен сіздерге айтайын, таңғы 5-те дым білмейге құлау керек қой, дейсіз болды. Андасында ерте келіп жатып қалсаң жаңағы ғой. Одан кейін ұйқы болмайды ғой. Мантын нормально, анда баклажан мен помидорды қосып қуырады ғой, сол күні вообще ұйқы жоқ кәдімгідей. Текпегенде орнынан бірден тұрып кете бересің ғой, қақа барайын деп. Криштиану Роналдуға бір риза болғанымды айтайын, құрметті көрермендер. Бұл кісі кез келген адам жасауға болады. Бұл кісі аптасында бір рет ваннаға мұз толтырып жатады екен ғой, суға түсіп. Адам сергек жүреді екен сол кезде. Міне, мен өткенде жасап көрдім, болады екен. Мен 3 күн жаттым ғой температурамен, масқара кәдімгі. Сол кезде түсіндім, маған мұз жақпайды екен. Маған мұзға жатуға болмайды екен. Бірақ ішіме ұрып атым, ішке болады екен маған. Сықыл өткізесің, әйтеуір кете береді әйтеуір. Сыртыма болмайды да, ішіме жағады екен. Қанат айтты дегенде бүгін барып жата қалып жүрмеңіздер, құрметті ағайын. Негізі оны жаймен үйрену керек оны. Криштиану Роналду, енді құрметті көрермендер, бұл кісі әлемге танымал футболист қой. Бұл жігітті мазақ қылудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын, өйткені футбол тарихына өзінің есімін алтын әріппен жазған жігіт. Керек емес, мазақ қылмай қояйық. Мазақ қылған күннің өзінде ол маған звондамайды, не айтып жүрсің деп. Сондықтан мазақ қыла береміз, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді Криштиану Роналду болмайды екен, құрметті ағайын. Ол үшін Криштиану Роналду сияқты өмір сүру үшін маған ванна алу керек екен. Ол Нұргүлді ауыстыру керек, ауыстырған адамың Джорджина сияқты бола ма, болмай ма, одан да басқа бірдеңеге ұрынып қабатсаң тағы бәле ғой. Одан барына базар деп Криштианоны сырып қойдым. Бірақ тағы бір футболистті көрдім. Сол келіңкірейді екен маған. Тірлігі де, істі де, 12-де ұйықтайды дейді, жүре береді дейді, қалай болса солай. Месси, міне қараңыздар. Ойбай, маған ұнады осының тірлігі. Бұның әйелі қандай екен деп, біздің Нұргүлдің ояқпай екен, қалың киініп жүре береді, қыс жазы. Жоқ, енді керек емес. Бірақ енді құрметті көрермендер, футбол, жалпы ол кісілер сияқты өмір сүру маған болмайды екен. Бірақ енді дәрігер айтты, қазір бір спортпен айналысып жатырмын, шүкір. Футбол ойнап көрдім, аяғымды шығарып алдым деген сияқты. Жүгірдім, өкпем өшіп қалды. Суға жүзіп көрдім. Негізі ойлаймыз ғой бәріміз, ең спорттың оңай түрі суға жүзу деп ойлаймыз. Ойбай, ең қиын сол екен. Мына денені ана жаққа апарып алып қайту деген Құдай сақтасын кәдімгі. Өткенде көргем ғой, майың ыдырайды, үйтеді, бүйтеді дегенге жүзгенмін ғой. Ойбай, 6 метр деген тұншығы өліп қалжадым. Ана спасатель қарындасымызға рахмет, бір кішкентай орыс қыз екен, сол құтқарып қалды қайта. Мен ана қыз құтқарған кезде біраз есім жимей жаттым, анда ескім сенде қаны істайма деп менше. Ете жатты, ана мұрынды ұстап дейді ғой, мен соны күттім. Жоламады. Ұшыны бөлермін деген шығар, жоламады.
осы өлсе өлсін деген шығар, оған қазақ кеміп қалмайды деген шығар, құрсыншы деген шығар кәдімгі. Бүйтіп жаттым, болмады, ішім басқа екі литр пұп ете қалды, сонымен болды аттырдым. Бірақ қазір енді спортпен айналысып жатырмын. Маған ыңғайлы спорт ол бильярд екен. Бильярд ұнады. Меню бар, бары бар, сол жерде жүресің әйтеуір. Спорт ода тұрған не бар. Маған ұнаған спорт бильярд, күшті кәдімгі. Спортпен айналысып жатасың да 1,5 сағаттан кейін бар ғой, бүйтіп кетесің ғой, шаршатады анау ше. Шариктің аяқта қалғанын білмей кәдімгі. Өзің шаригің жетпей бар ғой. Үйге қайтасың ғой, шаршап өлейін деп барасың, ештеңе сезбей жата қаласың. Ұрып жатырмын, осы спорт тфа-тфа, өзгеріс жоқ па қазір. Енді қалжың үшін айтып жатырмық қой, құрметті көрермендер, негізі адам ұйықтау керек екен. Ұйқысын